Эпилепсиялық ұстамалардың, соның ішінде жиі дәріге тоқтамайтын приступтардың себепшісі ФКД болып келеді. ФКД дегеніміз бұл фокальды кортикалды дисплазия, бұл мидың клеткаларының туа біткен даму ақауы. Яғни белгілі бір себептерден белгілі бір ми бөліктерінде мидың тіндері дұрыс дамымайды, немесе ол жерлерде дұрыс емес клеткалар пайда болады. ФКД-ның бірнеше түрін қарастырамыз. Бірінші тип, екінші тип, үшінші тип. Бұл типтардың өзіндік ерекшеліктер болады, пайда приступтарды шақыру ерекшеліктер болады. Мысалы, ФКД бірінші тип дегеніміз жиі мидың самай бөлігінде орналасады, және ересек жасқа келген пациенттерде осы жаста приступтарды шақырып бастайды. Ал ФКД екінші тип ол ең жиі кездесетін түрі, және жиі бала кезде олар приступты шақырады және мидың кез келген аймағында орналасуы мүмкін. Егер пациентте эпилепсиялық приступтардың себепшісі ФКД екенін диагностикалап анықтасақ, және бұл пациенттерге бірнеше дәріні қолданғанның өзінде приступтар тоқтамайтын болса, ол пациенттерге хирургиялық емдеу тағайындалады. Себебі дұрыс жасалған операция, толықтай осы мидың өзгерген клеткалары ФКД толықтай алынатын болса, пациенттердің кем дегенде 70%-ында приступтар толықтай тоқтайды.